Ассаламу алейкум, урметли серджилер, бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін ноябрьнің 24 жұма күні. Қырымда бүгін 4 бенден зияде адам виджия кашқанын жаназесіне келді. ФСБ'нің түневін күтін туva қыбетінде әлі қолған 82 яшындаки Қырым татар милли әрекеті штыракчысы Қарасув базар районындаки Учкөз көйінде дефин етілді. Әфсаневи қараманлық сайыбы олған бұ қадын Өзбекистанға сүргін етілген еді. Әленжі сенелерден башлап фаал суретті милли әрекетке иштирак етті. Өз халқының авдеті оғырында күрешті озы Андрей Сахаровның шафаты саясында ватанына қайтып ерлеше білді. Соңғы күніне қадар о ичтимаи сияси фаалиетнен оғырашайды. Дайма митинглерге қатнап, Кремльнің әрекетіне қаршы наразылық білдірмек үшін акцияларға қошылайды. Оның өлімі себебінден Қырымда ве Қырым татарларының яшаған көрелерінде матем күні илан етілді. Қырым татар милли меджлесі Русия селялы хизметлері тарафындан япылған бу өлдіровны айыплады. Ве Украина құқыройжыларына мұрайжат етіп, қабатлыларны месулиетке желп етмеге рижа етті. Донбасста Русияның әрекетлері гуманитар ве экологик мұсыбетке ел açты. Бұны Канаданың Галифакс шерінде кечірілген хавсызлық бойынша халқара форумның вақтында Украина тыш ишлер назиры Бовта Павел Климкин білдірді. Оның сөзлеріне көре өзлеріні Донбасс мұстаққылығы оғырында көрешкенлер деп адландырған шахаслар ақиқатен Русияның женаетчілері ола. Павел Климкин бұның халқара жемиетні Русия Федерациясына басқаны арттырмаға мечбур этежегенден эмин. Бу автадан баста вазияда кергенлешті кечкен күн девамында 5 Украин аскері әлі қолды. Да, дорты яраланды. Милли телекөйсізлік шурасының рейсі Александр Турчинов дейке. Донбасста даванын кескенлешмесі вақтынже ишғал етілген топрақларда рус аскерлерінің сайысы артқанынан бағлы. Бұны Турчинов пайтақтының Артем заводыны зиярет еткенде биян етті. О ерде СНБО елбашчысы чоқлы ракета системаларының құтуларыны ишлеп чықармақ үшін құрылған яны технологик елақның тақдим мерасимы кечкен еді. Турчинов деді ке, ато зонасындаки кергенлешув әвелден бекленіледі. Ама Украина селялы құветлері вазиетні незарет етмекті. Яқын сенелері Украинада ешіл энергетикаға етірімларының қошылмасы бекленілі. 2020 сенесіне қадар умуми истисалда битмес энергетиканың пайы 10 қат артачак. Милиса стратегиясында 11% артмасы бекленілі. Бұйсе қарарнен 12 миллиард евро меғдарында етірім. Пара бұйық, амма желпет әлмесі мүмкін дей мутихасыслар. Чүнки Украинада теміз энергияға истек арта ешілейхалар тез суретті қаршыланыла. 3 елдан 5 елға қадар. Етірімжіларға ярдым оларақ Украинада ешіл одунчлерінің бірқач программасы ишлеп чықарылды. Авропадаки ең yüksek ешіл тарифы бүгін Украинададыр. Кануниетте белгіленген. Бұндан да ғайры ятырымчылар үшін одунч программалар çalışмақта. Оларда Әр-Анги Украин яда халқара ширкеті 30-70-ке шартларында иштирак ете біле. Яни лейханың 3-те 1 қысымыны ятырымчы одесе, қалған 70%-ны одунчке берерміз. Сонки 2 ел девамында банкымыз 250 миллион евро миқдарында одунчны берді. Битмес энергетикаға қошылған ятырымлардың тахминен 3-те 1 қысымы. Ең рағбетлі сойлары күнеш генерациясының лейхалары ола. НАТО истихбаратында Каталония мәселелеріне Русия Федерациясының жидді қарышмасы ақында білдірелер. Бұны Эльпайс нешірі яза. Башта янлыш малюмат Русия хабер сайтларында дерч әтеледі. Сонра оларны ичтимаи ағларда ботлар тарқатайды. Сентябрьден башлап Каталония референдумы ақында ялан малюмат язылмақта. НАТО мерkezінің талилжелері дейке, бойле малюматның 80% ботларның 20% керчек құланыжыларының сейфелерінден тарқатылайды. Эсасен Facebook ағы қоланылды. Альянста дейлерке Русия тәшвиқатының мақсады Кремль акимиятыны қанунилештіріп, Русия сәкенлеріне әрбір мемлекетінің өз проблемлері бар олғаныны көстермектен ибареттір. Ғарбда истесна дегіл санки.
Мавы байрақ Қырым ханларының алтын тамғасы шекленді милли туғра ве милли гимн. Бұлар бірінші Қырым татар милли құрултайының 100 елығы хаттара капиганды тасвир етілген. Чықышы Қырым татар халқының тарихында олған мұйым вақы. 1917 сенесі ноябрь айында кечірілген бірінші құрултайға бағышланған. О вақыт Қырым сәкенлерінің миллет мен сублегіне бақмадан ақ мұсавилігіні таныған Қырым халық жүмхуриятының эсас қануны қабыл етілді. Бұның еле анаяса қадынларының тенлігіні белгілейве демократик сербестлікні илян етейді. Ақча музейінде капикны Украина Милли банкы тақдим етті. Номиналы 5 гривна, жеми 35 бин дане капик. Саме скликання құрылтаю. Айны құрылтайның чақырылуы қабыл еткен весикалар, құрылтайның қабыл еткен қарарлары, қанунларының әмиеті муазамыды. Қырымны қайтармамыз, Қырым татар мұқтариетіні пекетмеміз үшін бұйық бір есе олacak. НАСА илк сефер мерехке учуш ракетасының құруджулығыны костарды. Инсаниетлікнің кайнатны угренмесі деврі içinde en күчлі кайнат ташыйжысы олacak. 2019 сенесі оның ярдымынен Рион капсуласыны учырып ебережеклер. Земінден тахминен 400 бин километрге uzaklaşır. Айны доланып ернің атмосферасына қайтыр. Суряты саниеде қарарнен 40 километрны тәшкілеті. 2020 сенелері башында ташыйжы ракетаны мерексе хатлары үшін құланырлар. Амстердамда Севесикалы кинофестивалінде Украина ақында көпеклерінің Ирақ авлавы, яғни отдаленный лайсабак фильмі ғалебе қазанды. Оны Даниэлы Симон Леренг Вильмон чықарды. Донецк вилаятында қартанасынен берабер жебе янында яшаған 10 яшында оғланчық Олег ақында икейі. Фильм баш қараманның аятындан бір елні костырып, женкнің балаларға тесіріні анлата. Фестиваль мүкефатындан ғайры режиссер 10 бин евро мегдарында пара мүкефатыны алды. Юз күнде етіштірмек. Тесла шirketi Австралия және бұнде дүнияда ән бұйық лити батареясыны құрды. Хунсдейл ел электростанциясы янында ерлештірілген. Аккумулятор қарарнен 30 бин эв ве офис биналарыны энергия еле теменлей білі. Лейха фияты 50 миллион долларны тәшкілеті. Июльде Тесла аккумуляторның мейданға кетірілмесіне тендерны қазанды. Шirket башы Илон Маск қавил әткен еді. Құруджилықны декабрь айына қадар бітірерлер. Аке салда батареяны Австралияға бедава бағышлар. Сонында есе етіштірді. Яқын күнлері аккумуляторны сынап бақажақлар. Бұл сонки хаберіміз еді, дадачу хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.